беріңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Мен сізде бүгін барлығыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Жалпы менің бүгінгі алып отқан тақырыбым бұл электр тогының жұмысы мен қуаты тақырыбында функционалды сауаттылық тапсырмалары 8-ші сыныпқа арналған. Енді бұл өзімнің осы тақырыпта қандай бір проблема қойып отырмын. Барлығымызға аян енді физика пәні өте қызықты пән, дегенмен де ол қиыншылығы өте жоғары пәндердің бірі. Біздің оқушыларымыз көпшілігінде есеп шығаруға келген кезде оларда мынандай сұрақ туындайды: физика пәні маған неге қажет деген сияқты, өмірде қажет пе деген сұрақ туындайды. Міне осы сұрақтан менде өзімнің бір проблемалық жағдаятым бастау болады. Яғни оқушыларды есеп шығаруға қалай қызықтыруға болады, немесе оқушылар жай есеп шығарып қана қоймай, жаңағы өздерінің алған білімін сол есеп шығару барысында қолдана ала ма деген сияқты. Енді әрине бір шеберлік сыныбында барлық мәселемен бөлісу мүмкін емес, дегенмен де өз тәжірибемде мынандай әдіс ұсынғым келеді. Енді бұл тақырып өзімізге жақсы таныс, бұл 8-ші сыныптан қатар мына спиральді қағидат бойынша 10-ші сыныпта да кездеседі бізде. 8-ші сынып бұл бастамасы, кіріспесі болып есептелінеді. Енді мен осы тақырыпта есеп шығару немесе функционалды сауаттылық тапсырмасын беруді осы әдіспен байланыстырғым келеді. Төңкерілген оқыту әдісі бұл енді бәрімізге жақсы таныс әдіс. Бұның қандай жаңашылдығы бар деуіңіз мүмкін. Әрине әр пәнде, әр сабақтың бір тақырыбына сәйкес осы әдісті қолданып көруге болады. Енді мен осы тақырыпта қалай қолдандым? Төңкерілген оқыту әдісі барлығымызға аян. Бұл оқушыларға тақырыпты меңгеру үйге беріледі. Және сыныпқа келгенде сол үйдегі меңгерген теорияны сыныпта тәжірибеде қолданып, практикада қолданамыз. Дегенмен бұл әдіске біз біртіндеп келгеніміз жөн, себебі оқушылар бұл әдіске дайын болмауы мүмкін. Күнделікті жайлап сабағымызға пайдалана берсек, оқушылар біртіндеп осыған үйрене бастайды. Бұл әдістің барысында оқушылар үйге берілген ресурспен танысады. Сол танысқан ресурсы бойынша мен оларға мынандай тапсырма беріп көрдім. Жаңа үйдегі жалпы енді ол ресурстың ішіне немен танысады? Балдар электр тогының жұмысы, қуаты, ол қандай шамалар белгіленеді, қандай өлшем бірліктері бар, қандай формулалармен есептелінеді, қандай құралдармен анықталады. Осының барлығын олар танысып, үйде жаңағы дәптерлеріне мәліметтер жазады. Сол берілген мәліметтер бойынша енді мынандай тапсырма ұсындым оқушыларға. Біріншіден, бұл үйдегі электр санауыштан бір тәулікке жұмсалатын электр энергиясының мәнін анықтау. Әрине бұл электр құрылғылармен жұмыс жасайтын болғандықтан біз ата-ананың көмегіне жүгініңіз деген ескерту айтамыз. Балалар бір тәуліктегі жаңағы электр санаушының құрылғының көрсеткішін алады, екі көрсеткішінің мәнін алады. Енді бұл жерде тапсырма білу түсіну деңгейінде болу керек. Әрине, мысалы дайындалған оқушылардың егер де білу түсіну деңгейіне дайын болған болса, бала осы сынып ең болмағанда осы көрсеткішті алуға уже түсінігін қалыптастырады бала. Кейін егер де балада есеп шығаруға мүмкіндігі болып, немесе берілген тапсырманың мүмкіндігі болатын болса, онда белгілі тариф бойынша бір күнге жұмсалатын энергияның құнын анықтай алады. Және сонымен қатар бұл жерде балаларға ашық сұрақ түрінде қалдыруға болады. Жаңағы бұл сұрақты сыныпта да біз талқылаймыз. Бір тәулікте қолданатын тұрмыстық құрылғылардың қуаттарын анықтау деген сияқты. Енді бұндай тапсырманы беру кезінде оқушылар тек өзі ғана жұмыстанып қоймайды, ата-ана көмегіне жүгінген жерде бұл жерде ата-анамен де байланыс туындауы мүмкін. Ата-анаға да қызығушылық тудыруы мүмкін бұл нәрсе, берілген тапсырма. Осы тапсырманы орындап келгеннен кейін балалар сыныпқа келген кезде, енді қазір видео көрсетіп жіберейін, қандай жаңағы презентацияны жауып барып шығармасаңыз ба видеоңызды? Видео көрініп тұрған жоқ па? Енді шықты. Сыныпқа келгеннен кейін балалар осы берілген тапсырма бойынша өздерінің орындаған тапсырмаларымен өзара бөліседі. Яғни тақтаға бір 2-3 оқушы шығарсақ, өз орындарында отырған оқушылар тапсырманы қалай орындап келгенін, тақтадағы берілген тапсырмамен салыстырып, қандай, мысалы, кейбіреулеріміз тек қана көрсеткіштерін жазып келуі мүмкін, есептеуі мүмкіндігі болмауы. Сыныпқа келгеннен кейін балалар өзара бір-бірімен пікір алмасады, жаңағы тақтаға шығарып есептерді талдайды. Біріншіден бұл жаңағы шамалардың белгіленуін анықтайды балалар. Сонымен қатар жаңағы өз ойларымен бөліседі.
осы тапсырмаларды орындау кезінде тақтада балалар жаңа соңғы сұрақ қойылады ғой, мысалы электр энергиясын қалай үнемдер едіңіз деген. Мысалы мына видеода балалар есепті талқылап шыққаннан кейін, түсіндіріп болғаннан кейін балаларға жаңағы сұрақтар қойылады. Неге мысалы мына әрбір оқушының көрсеткіші әртүрлі болып шықты есепте, құнында? Сіз жаңағы құнды, мысалы құны көбірек шыққан оқушыға қандай пікір айтар едіңіз, немесе қандай жаңа ұсыныс білдірер едіңіз деген сияқты балаларға ашық түрде сұрақ қалдырылады. Және осы сұрақтар бойынша балалар енді орындарына жаңағы өздерінің пікірлерін білдіріп, міне сұрақтарға жауап береді, бірнеше сұрақтарға. Осы тапсырмадан бөлек сыныпқа келгеннен кейін, енді бұл төңкерілген сынып әдісінің басты мен өзім алған бір жақсы жері сыныптағы уақытты үнемдеу. Яғни балалар үйден бірталай мәлімет алып келсе, сыныпқа келгенде есеп шығаруға, есептерді орындатуға, тапсырма орындатуға көп мүмкіндік аламыз. Сыныпқа келгеннен кейін енді келесі жаңа функционал сауаттылыққа бағытталған тапсырманың түрі, міне көріп отырғаныңыздай, үйдегі қолданатын тұрмыстық құралдармен жұмыс жасау. Бұл құралдардың жаңа электр көзіне ток көзін қолданатын оқушылар жақсы біледі. Дегенмен де осы құрылғылардың паспорты бар екендігін, ол құрал паспортында дейтін қандай мәлімет жазылатынын көпшілік оқушы біле бермейді. Сондықтан оларға мынандай әртүрлі, мысалы үйде қолданатын тұрмыстық құралдар беріледі, барлығына. Берілген тұрмыстық құралдың паспортындағы мәліметті пайдалана отырып, есеп құрастырып шығарыңыз деген тапсырма беріледі балаларға. Бұл тапсырманың қандай жаңағы үлкен көмегі бар мұғалімге. Бұл жаңағы тапсырма барысында оқушылар құралдағы мәтін, берілген мәліметті өзінен ой елегінен өткізеді, қандай мәлімет берген қарайды. Мысалы, бір құралда қуаты берілуі мүмкін, біреуінде кернеу, біреуінде ток күші беріліп тұруы мүмкін, соларды белгілеп жазады. Мұғалім бұл жерде қарап жүріп, оқушылардың үйден қандай білім алғанында саралауына болады. Оқушы қалай белгілеп жатыр шаманы, қандай өлшем бірлікпен жазып жатыр, және бала бұл жерде өз бетіменен есеп құрастырады. Есеп шығаруға кішкене қызықты болады балаларға. Жай ғана тапсырма орындағаннан көрі, есепті жай орындағаннан көрі, баланың өзінің құрастырып есеп шығаруы оларға қызықты болады деп ойлаймын. Және бұл жаңа жұмыс жасау барысында енді оқушылардың формуланы қолдануы, өлшем бірліктерді айналдыру керек пе, ХБЖ-ға қажет пе, жоқ па деген сұрақтар. Яғни бала өзара бір-біріне көмектеседі жұптық жұмыс орындап, сонымен қатар үйдегі құрылғылардың жаңа номиналды өлшемдері қандай екенін өзара танысатын болады. Енді бұдан басқа тағы бір осы сабақ барысында тағы бір берілген тапсырма, ол жаңағы көріп отырғаныңыздай үйде пайдаланатын әртүрлі құрылғылардың қуаттары көрсетіліп тұрады. Оқушыларға мынандай тапсырмалар беріледі. Бірінші алдымен әрбір құрылғының тұтынуына қарай үйдегі тұтынуға қажетті қуатты есептеу керек па, ток күшінің кернеудің мәні беріледі. Оқушылар осы кернеу мен ток күшінің мәні арқылы қажетті тұтынуға жаңағы шекті мәнін есептеп алады қуаттың. Сосын сол мәні бойынша осы берілген құралдарды бір мезгілде қандай құралдарды қосуға болады деген жаңа сұраққа жауап береді. Мұндай жаңа есептерді құрылымдаған кезде бір жақсы жері тапсырмаларды деңгейлеп беруге болады. Мысалы, бір оқушы есептің берілген жазу барысында бір ғана формуламен есеп шығару керек екенін түсінсе, енді бір оқушы келесі тапсырманы орындауы үшін алдыңғы тапсырмада міндетті түрде есеп шығару керек екенін жақсы түсінеді. Сондықтан балалар бұл жерде шығармашылықпен жұмыс жасайды, өздерінің одан әрі жаңағы үйдегі алған білімін сыныпта дамытуға мүмкіндік алады. Бізде көп уақыт бөлінеді деген сөз бұл тапсырмаларға. Енді ең соңында балаларға міндетті түрде осы жалпы функционал сауаттылық тапсырмаларын берген кезде тапсырмалардың ішінде ең соңында ашық сұрақтар қалдырған жөн деп ойлаймын балаларға. Өздерінің ойын білдіруге, пікірін білдіруге, жалпы жаңағы осы балалардың айтқанынан біз жалпы сабақ барысында оқушы не түсінді, не ұғынды, осыдан жаңа көруімізге болады балалардың тапсырма орындау барысынан. Енді қорытындылай келе, жалпы енді қорытындылай келе айтқым келетіні, біздің мына беретін ең біріншіден мен өзімнің ұсынған мына төңкерілген оқыту әдісінің тиімділігі неде? Бұл біріншіден уақыт үнемдеуге мүмкіндік береді сабақта, себебі бала оқушылардың үйден берілген тапсырма бойынша аз да болса дайындалып келеді міндетті түрде. Екіншіден, үйде бала
сол берілген тапсырманы орындау үшін, оқу үшін ата-анаға көмегіне жүгінуі мүмкін. Яғни ата-анамен байланыс туындайды, ата-анада да қызығушылық туындауы мүмкін. Себебі бұл тақырып өте қызығушылық тудыратын тақырып, электр тогы тақырыбы дегеніміз. Енді функционалдық сауаттылыққа тоқталатын болсақ, мұндай тапсырмалар оқушыны орындау барысында жай ғана есеп шығарып қана қоймайды, сол есеп шығару кезіндегі алған білімі күнделікті өмірде қандай қажет екенін жақсы түсінетін болады оқушы дегеніміз. Яғни табысты оқушы дегеніміз сол алған жаңа білімін өмірде нақты қолдана білетін, дұрыс шешім қабылдай алатын оқушыларды біз дайындай аламыз деген келеді. Тыңдағаныңыздарыңа көп рахмет. Рахмет сізге де, Арайлым Фазыловна. Әріптестер, пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса, ортаға салып жүріңіздер. Чатқа жазуларыңызға болады. Мына не арқылы өз пікіріңізді қалдырсаңыз, өте қуаныштымын. Себебі бір жақты болмайды ғой, не дейтін, ой деген. Бізде жан жақты болады. Әріптестер, Арайлым әріптеске өте рахмет. Өмірімен байланысқан керемет сабақ болды деп ойлаймын. Балалардың жұмысы көрініп тұр, таза кәдімгі бір-біріне жүйелі жұмыс, бір тақырыпты ашу үшін тек қана жаңа функционалдық сауаттылыққа байланысты жаңа тапсырмаларымызды, кішкене күрделі тапсырмаларды қосу керек шығар. Бұлар енді төмен бас болып тұр ғой, енді 8-ші сынып негізі. 8-ші сынып енді бастамасы болғасын жерде кішкене жеңілдеп. Жалпы өмірімен байланысқан балаларға өте жақсы сабақ болды деп ойлаймын. Чатқа да әріптестер бөлісіп жатыр. Рахмет, жас маман үшін құнды заттар айтылды. Сабақ өмірімен байланыстырылды дейді. Рахмет. Төңкерілген сынып әдісі оқушылардың өз бетінше жұмыс жасауына және ақпаратты өздігінен іздеп талдауға мүмкіндік береді екен. Сонымен қатар оқушылардың жауапкершілігін арттыруға тиімді әдіс. Сабақ барысында теориялық материалдарды алдын ала меңгеріп келгендіктен сыныпта практикаға көбірек уақыт бөлінеді. Болашақта бұл әдісті күрделі тақырыптарды түсіндіруде және оқушылардың белсенділігін арттыру мақсатында жиі қолдануға тырысатын боламын дейді. Бізде Мөлдір Қажапаровна және өмірден алған мысалдар өте керемет болды. Қарапайым әрі түсінікті. Рахмет, керемет әдіс дейді. Әріптестер, сәттілік сізге дейді. Жақсы, сіздер үшін маңызды, сіздер үшін пайдалы болса, жақсы. Саламатсыз ба? Төңкерілген әдісті өте тиімді қолданып сабақта. Өзіме түртіп алдым, жақсы дейді. Барлық сабақтар ұнады, сіздерге сәттілік деп жазып жатыр. Әріптестер, тәжірибемен бөліскен әріптестер, кері байланыс беріп отырған әріптестер, сіздерге үлкен рахмет. Жаңа көріп отырсыздар, негізінен функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Соны біз ашып алсақ, функционалдық сауаттылық дегеніміз алған білімдерін, теориялық білімдерін өмірде қолдана білу. Ал жаңа бізде Арайлым Фазыловна балалардың өмірдегі техникалық құралдарды сабақтың үстінде қолдана отырып, дерек көзі тек қана мәтін емес, сонымен қатар дерек көзі жаңағы балалардың әрбір жаңағы паспортын, құжатын оқу дағдысын қалыптастыруға бағытталды. Бұл жерде оқу сауаттылығы, есептеу барысында немесе пайымдау барысында математикалық сауаттылық және оның жаңағы физикалық заңдылықтарды қолдана отырып, ғылыми жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыра алды. Бізде Софиевка, ойым, физик, Зархум деген әріптес, жалпы бүгінгі сабақ онша болмады, пизаға дайындық функционалдық тапсырмаларды талқылауымыз керек дейді. Егер қатысып отырсаңыз, сіз өз ойыңызды ортаға салып жүрсеңіз. Бар ма бізде Софиевка орта мектебінен? Зархум? Әріптестер? Жалпы берілген жаңағы ұсынылған әріптестердің тәжірибесінен сіздер көріп отырсыздар. Негізінен біз сабақта жаратылыстану сауаттылығын пизаға дайындаймыз, бірақ та біз пиза тапсырмаларын дайындамаймыз. Біз жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыратын тапсырмаларды әзірлейміз.